Қайырлы күн, ұстаздар. Бүгін мен сіздермен Wordfall платформасында тапсырмалар құрастыруды қарастырамын. Бұл платформа мектептегі, яғни оқуға арналған тапсырмаларды құрауға өте ыңғайлы, оңай платформа. Алдымен бұл платформаға кіру үшін сіз электронды почтаңыз арқылы тіркеліп аласыз. Содан кейін бұл жерде қандай шаблондар пайдалануға болады? Мына жерде шаблондардың түрлері көрсетілген. Олар мысалы салыстыру, қорапташу, ұқсашып, топты сұрыптау, белгілері бар диаграмма, кроссворд, самолет, парын табу, пропущенный слово, қалып кеткен сөзді табу, яғни тапсырмалар өте көп, яғни сабақта пайдалана аласыздар осы тапсырмалармен. Сосын және де бұл платформада осы платформамен жұмыс жасаған тапсырмалардың барлығы жинақталады. Соны пайдалана аласыз өзіңізге. Ол үшін сообществоға кіретін болсаңыз, мінекей мына жерде сол тапсырмалардың түрі жинақталған. Яғни бұл жерге сіздер на поиске өзіңіздің тақырыбыңызды жазып іздеуге болады, пәніңізді жазып іздеуге болады. Осы жерден өзіңіз пайдаланып, оны өңдеп, қайтадан оқушыға бере аласыз. Келесінен мына жерде менің жасаған жұмыстарым жинақталып тұрады, сосын жауап берген жұмыстарым жинақталып тұрады. Егер жаңадан құрғыңыз келсе, создать занятие дейміз. Яғни тапсырма құрастыру деп басатын боламыз. Мен алдымен бірінші осы сообществодағы тапсырмаларды көрсетіп кетейін, қалай пайдалануға болатын. Мысалы, біріншісін көрсетейін, ондықтар мен ауызша дейді. Бұл математика пәніне арналған тапсырма. Бұл случайное колесо шаблонда жасалған екен. Инструкциясы ортада жазылған. Ауызша есептеу, мына жерде тапсырмалар құрастырылған. Яғни сіз балаға, яғни қайсысын келетінін осы жерден көресіз, бала тез жауап беріп кетуге болады. Соны мына жерде 80-нен 20 алғанда неше? Осылай тапсырмаларды бере бересіздер. Енді бұл тапсырманы өзгерте аласыз. Ол үшін редактировать контентке басасыз. Сол жерде мінекей ол тапсырманың инструкциясы тұр, тақырыбы тұр, және де тапсырмалар тұр. Осы жерден біз керек жолын өшіріп тастауға болады, немесе добавить элемент деп осы тапсырманы өңдеп бере берсеңіздер болады. Ал егер сіздер өздеріңіз жаңадан құрғыларыңыз келсе, создать занятие басамыз, сол жерден мына шаблондардың ішінен таңдап аламыз. Бұл жерде сұрақтар жасауға болады, жалпы тапсырмалардың түрі бар, ашып қарай берсеңіздер шығады. Енді мен өзімнің жасағанымнан көрсетіп кетейін. Мына жерден мысалы мынау кездейсоқ таңдау, бұл оқушыларды алынған. Мысалы оқушыларды шақырғанда, яғни кездейсоқ шақыруға болады. Мына жерден таңдаймыз. Жаңағы случайный колесомен алынған. Таңдап алынды, тақтаға қазір Ернұр шығады деген сияқты. Келесі Нұрсая, Мұхаммед шығады деген. Енді бұл ненің жақсы жері, мен осы случайный колесомен жасадым, оны басқада, мысалы анаграмма түрінде, случайный карта түрінде аша беріп қарауыңызға болады екен. Енді тағы бір тапсырманы көрсетейін. Сіздерге мысалы мен сайыс дегенге бөліп қойыппын. Ыстық пернелерге мен салыстыру шаблонымен тапсырма жасалған. Бұл жерде мынандай тапсырмалар бар. Мынаны өзінің турасына апарып қойыңыз керек. Енді жаңа презентация ашу дегенде F5 осылай апара берем, естественно апарып боламын. Сосын отправить ответ деймін, яғни қайсы қате соны көрсетіп береді. Сосын бір жақсы жері осы тапсырманы сіз басқа да шаблон түрлерімен бір жасаған тапсырманы аша бересіздер. Мінекей, найти пару бойынша шаблонмен ашатын болсаңыз, жаңағы бір тапсырма екінші түрде көрінеді. Ерекшеленген мәтінмен объектіні көшіру жауабы екен, жауабы осы десең жоқ қате деп шығып тұрады. Келесі, ағымдағы слайдты көрсетуді
бастау дейді. F5 десем дұрыс дейді. Осылай шығара бересіздер, көрсете бересіздер. Немесе кроссворд түрінде көруге болады. Көрдіңіздер ме? Бір тапсырманы бірнеше шаблондармен қарай бересіздер. Бірінші тапсырма жаңа презентация ашу. Мына жерге жазасыз, жазылу керек жауабы. Енді бұның бір жақсы жері, сіз бұны интерактивный тақтаға көрсетесіз, және де печатный түрде шығарып алуға да болады. Ол үшін салыстыру түрін шығарып алу үшін осы жерден басамыз. Сізден шығаратын жеріңіз көрініп тұрады. Презентация ыстық пернелер күнін оқушы атын жазады. Мына жерден бірінші жағында пернелердің атауы және оның жұмысы жазылады. Бала мына жерден білесіздер, былай ручкамен салыстырады, сосын сізге тапсырады. Оны бұл жұмысты загрузить деп сақтап алуыңызға болады. PDF түрінде сақталды. Болмаса, бірден шығарып алуыңызға болады. Мен жаңа түрін көрсетейін, қалай ашу керек екенін. Жалпы түсінікті болады. Мына жерден самолет ойынын көрсетіп жіберейін. Самолет ойынында мына жерде қалай ойнаймыз? Ол үшін мына жерге сұрақ жазамыз, жауаптарын жазасыздар. Мысалы, қандай сұрақ жазсам екен? Принтер енгізу құрылғысы деймін. Сұраққа ақиқат, жалған, яғни енгізу құрылғысы ма, шығару құрылғысы ма? Ақиқат және де жалған. Әрине, принтеріміз біздің енгізу емес, шығару құрылғысы ғой. Сондықтан жалған бұның жауабы. Келесі добавить вопрос деймін, келесі сұрақты қоямын. Монитор шығару құрылғысы деймін. Шығару құрылғысы. Жауабы ақиқат және де жалған деп көрсетемін. Сізде кәдімгідей сұрақтардың жауабын жасай берсеңіздер болады. Егер мына жерден ақиқат болса, мониторды шығару құрылғысы әрине. Сондықтан мен мына жерге бірден дұрыс жауабын белгілеп кетемін. Осылай добавить вопрос деп толтыра бересіздер. Мен қазір осы екеуін ғана көрсетейін. Болды, жұмысымыз бастаймыз. Үлкен экранға жасап алуға болады. Самолет келе жатыр. Принтер енгізу құрылғысы дейді. Енгізу құрылғысы ма? Жоқ болса, дұрыс, жалған. Ал егер мен қате жауап берсем, қызыл монитор шығару құрылғысы дейді. Жоқ, жалған. Ақиқатқа бару үшін мен оны ақиқатсыз деймін. Қазір алдымнан ақиқат келсе, ақиқатты басуым керек. Өте қызықты ойын. Осылай сіздер тапсырмаларды құра бересіздер. Барлығының жауабы бәрі көрініп тұрады. Мына жерден қайтадан бастауға болады, жауабын көруге болады, кімдер жауап бергенін көруге болады деген. Бұл платформа сілтемені қазір қалдырам сіздерге осы менің комментарий бөліміне. Тағы сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар. Осындай пайдалы тапсырмаларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.